Сәлем достар, бүгін сіздермен оңай әрі тез дайындалатын дәмді свежий салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, тәтті болгар бұрышы және лимон, қызыл пияз, салат жапырағы, татымына қарай тұз, оливка майы қажет болады. Ең алдымен жуылып тазартылған қиярымызды екі шетін кесіп, екіге бөліп, ұзыншалау формада турап аламыз. Келесі кезекте қызанағымызды да екіге бөліп, ұзыншалау етіп формада, ал қызыл пиязымызды жартылай дөңгелекше етіп турап аламыз. Тәтті болгар бұрышын ұзыншалау етіп, ал салат жапырағын ірілеу етіп тураймыз. Туралған көкөністердің барлығын бір ыдысқа салып, жарты лимонның шырынын қосамыз және татымына қарай тұз қосамыз. Ең соңында оливка майымен араластырамыз. Оңай әрі тез дайындалатын салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал.